Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Қызым телесериалының келесі бөліміне разбор жасамақшымыз. Бұл бөлімде ата-аналар жиналысы болады, яғни Илайдың анасы осы үйкіге байланысты шу шығарады. Бүкіл ата-аналарды жинап алып жиналыс жасайды осы үкіні осы мектептен шығару жөнінде. Ал одан кейін Жанданға жігіті айтады, яғни сен өкіні емін жалғастыру мақсатында осыны өкіні қатты жақсы көретін болсаң, емін шынымен де алғанын қалайтын болсаң, оның жазылғанын қалайтын болсаң, менімен бірге бол. Яғни оны кімді, Демирді тастап маған кел дейді. Оны осы Демирге айтқысы келмейді, бірақ айтады. Сол кезде Демир қатты ашуланады. Менің әйеліме неге олай жасайды, неге олай дейді, мен оны бүйтем, мен оны сөйтем деп ашуланып жатады. Бірақ ол кезде Жандан Демирге айғайлап тастайды, мен сенің шынайы әйелің емеспін, екеуміз қалай қосылғанымыз есіңде ме, біз екі үшін ғана құжат жөнінде екеуміз үйлендік дейді. Сосын Демир үндемей қалады. Одан кейін Демир түнімен ұйықтамай өйкіге зат жасап береді, яғни ол ғарышкер күніне ме әлде білмеймін не үшін екен, зымыран жасап береді. Түнімен ұйықтамайды. Азанда осы өйкі мен әкесі екеуі осы зымыранды алып мектепке бара жатады. Сол кезде өйкі айтады, сен Жандан әпкемен ұрсып қалдың ба дегенде қылады. Сол кезде Демир айтады, жоқ, бізде арасында осындай отбасы болғаннан кейін болады деп қана үндемей қоя салады. Одан кейін Демир мен Огур екеуі сағат, сақина, тағы да басқа ескі бұйымдарды сатып жолда отырады. Сол кезде полицей оларды алып кетеді, яғни сағат ұрлап сатып жатыр деген күдікпен. Одан кейін Жандан осы досы, яғни Севраны шақырады. Ол айтады, мен осы біраз болды осы жағдайды білгеніме, мен кімге айтарымды білмей жүрмін, осыны басым ауырып жүр, ойлай, мен саған айтамын, бірақ ешкімге айтпашы, маған бір кеңес берші дейді. Ал Севра болса, мен кімге айтайын, айта ғой дейді. Сол кезде Жандан оған айтады, өйкі Демирдің шын өмірде қызы емес, ол Жемалдың қызы екен. Оны енді мен білемін, бірақ ол Демир оны білмейді. Мен оған Демирге қалай айтамын, қызың емес деп, мен басым ауырып кетті дейді. Одан кейін жалпы осы аурудың арқасында, ауру болғаннан кейін өйкі есін жоғалтады, яғни оның әкесі кім екенін, оның басқа кім екенін білмейді. Содан кейін Демирді аға деп айтады, Демир аға деп. Одан кейін Жемал өйкінің тәтесін алып келеді, яғни баяғыда Асу өйкіні туып тастап кетеді. Одан кейін осы өйкіні тәтесі, яғни Асудың тәтесі бағады. Одан кейін ол да ауыр науқас болып осы өйкіні әкесіне береді. Бірақ енді Жемал өзінің қызы екенін білгеннен кейін оны Демирден тартып алмақшы болып жүр. Сондықтан оны пайдаланбақшы, яғни жаңағы Зейнеп деген өйкінің тәтесін шақырып алып, сен осы қатты ауырып жүр, сондықтан сені қайта сұрап жүр, сен оған қара деп осы үйге жібереді. Ал Демир болса, ол Зейнепке сенбей оны артынан аңдып жүреді, бірақ оны аңдып жүрген Жемал да біледі. Сондықтан оны Зейнепке барлық нәрсені баяндап береді, яғни сен өйкінің үйіне кір, өйкінің сеніміне және Демирдің сеніміне кір, осылардың ойынан шық дейді. Одан кейін Жемал айтады, ол менің қызым, сен сол үйде жүре бер, яғни барлық адамдардың сеніміне кіріп, өйкінің қасында бол, не істеп жүргенін, не қылып жүргенін, сабаққа апар, сабаққа алып кел, осылардың барлығын жаса дейді. Өйкі сенен айырылып қалмасын, өйкі үнемі сені іздеп тұрсын дейді. Содан кейін сабақ болады, өйкінің сыныптастарының барлығы сабақ өтіп жатады, есеп шығарады. Сол кезде оның өйкінің ауыратынын барлық бала біледі, тіпті Мәртжан да біледі. Мәртжан осы өйкінің бір-бірін жақсы көретін досы, яғни жігіті деп айтсақ та болады. Өйкі енді ол ауырғаннан кейін барлық нәрсенің барлығын ұмытып қалған, ол өте ақылды қыз тұғын. Ауырғаннан кейін ол есінен барлығы шығып кеткен, яғни Демирдің әкесі екенін, Жаннаның қандай тәтесі екенін және өзінің баяғы бұрынғы жас кезі, яғни балалық шағы ғана есінде, Зейнеп тәтесі деген секілді. Одан кейін өйкі есеп шығарып жатады, оны өзі зорға шығарады. Ал қасындағы достарының барлығы мен болдым апай, болдым ұстаз деп айғайлап жатқан кезде Мәртжан қолдарыңды түсіріңдер деп өзінің қолымен ымдайды. Сол кезде барлығы қолдарын түсіреді. Сол кезде өйкі өзі қолмен есептеп шығарады да, мұғалім мен болдым дейді, типа енді бірінші өзі болғандай сезінсін дейді ғой енді. Одан кейін өйкі есеп шығарып қолын көтерген кезде барлығы да қолын көтеріп, өйкіден кейін қолын көтереді. Оны ұстаз оны байқап қатты сүйсініп балаларға қарайды. Одан кейін осы Сергей ұстаз бен Огур екеуі жағажайда кездеседі. Жағажайда кездесіп, осы қалшылдап дірілдеп отырады. Сергей яғни бір нәрсе біледі, сондықтан оны айта алмай отырады. Бірақ Огур айтады, сен не жасырып отырсың, маған айт, сен бір нәрсені біліп отырсың ғой дейді. Сол кезде Сергей ешкімге айтпашы, мен бір нәрсені білемін, ешкімге айтпа деп оған қайта айтады. Сол кезде Сергей оған, яғни Сергей, мен өйкі ол Демирдің қызы емес екен, ол Жемалдың қызы екен деп айтып қалады. Сол кезде Огур таң қалады, сен деп тұрсың, ол деген шынымен де Демирдің қызы, ол ДНК-да солай белгіленген, ол көрген ДНК-ны деп. Сол кезде олай емес, ол ДНК-ны ол жасаған жоқ деген секілді сондай әңгімелер болады. Осымен бүгінгі бөлім аяқталды, өте қызық болды деп ойлаймын. Егер де келесі бөлімді көргілеріңіз келсе, лайк басып, комментарий жазып, маған тіркеліп кетіңіздер.